Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, үкіметтің алдында 2050 жылға қарай экономиканы әр тараптандыру міндеті тұр. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл тұрғыда маңызды рөл атқарады. Өткен жылдың өзінде өңіріміздің бизнес қауымдастығына 3000-нан астам кәсіпкерден талап арыз түскен. Құқығы тапталған 265 іскер азаматтың тең жартысы әділеттікке қол жеткізді. Оң шешімін тапқан жүйелі жұмыс арқасында кәсіпкерлердің 500 миллион теңге сомасында материалдық мүдде сақталды. Мұны 2014 жылда қорытындылаған өңірдің кәсіпкерлер палатасы баспасөз мәслихатында жария етті. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, олардың мүдделеріне өкілдік ету. Осы мақсатта палата жанынан кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес құрылған. Бизнесмендердің іс жүргізуіне кедергі келтіріп отырған түйткілді мәселелерді парламент мәжілісі мен сенат депутаттары, атақты құқықтанушылар, адвокаттар сарапқа салады. Нәтиже жоқ емес, бар. Қазақстан Республикасының заң актілеріне енгізілген өзгерістердің арқасында палатаның ұсынған 152 түзетуі де ескерілген. Жергілікті кәсіпкерлердің басым проблемалары, құқықтарының бұзылатын салалары, ол ең бірінші жер мәселелері. Бізге түскен арыздардың 3-тен 30%-на дерлігі жер және құрылыс саласында, сәулет саласында болып отыр. Екінші орында мемлекеттік сатып алу барысында бұзылып жатқан құқықтар кәсіпкерлердің. Үшінші орында ол қажетті рұқсатнама құжаттарды, лицензияларды алу барысында созбалаңдыққа салу және олардың жаңағы құқықтарын бұзылу фактілері. Бүгінгі таңда палата облыс әкімдігімен бірлесе аймақтың экономикалық даму картасын әзірлеуде. Мақсат тауар өндірушілерге қаржы қолжетімдігін қамтамасыз ете отырып, инфрақұрылымды үйлестіру. Жетіспейтін білікті кадрлардың орнын толтырып, бизнес субъектілеріне 7000-нан астам тегін консультативті сервистік қолдау көрсету. Бұл орайда кәсіпкерлер есеп-қисаптық, құқықтық және маркетингтік қызметтер бойынша палата қызметкерлеріне жүгіне алады. Коммуналдық, свет, газ дейміз. Ол мәселесі бізде шешіліп жатыр, жүйелі ретінде шешілген. Тағы да біз жеке әр тауар өндірушілер бойынша өзімізді алдын ала тізім бергенбіз, оңтүстік жарыққа бергенбіз, басқа қазтрансс аймаққа бергенбіз. Сол тізім бойынша олар уақытылай төлесе ешқандай кедергілік жасамаймыз деп осындай келісімшартқа келдік. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнес қоғамдастық мүддесін тек өз елімізде ғана емес, халықаралық деңгейде де қорғауға қауқарлы. Оған палатаның Евразиялық экономикалық одақ туралы шартты әзірлеуге қатысуы дәлел. Өңірдегі бизнес қауымдастықтың өзі өткен жылы 100 миллион ақш долларын құрайтын 40 экспорттық келісімге қол жеткізді. 10 мемлекетке 6 роуд-шоу ұйымдастырып, облысқа 632 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция тартылды. Сөйтіп, отандық кәсіпкерлердің салмағы артты. Ал қазіргі уақытта ұлттық кәсіпкерлер палатасы Евразиялық экономикалық одақтың кеден кодексі жобасын әзірлеуге атсалысуда. Бұл кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік. Марал Төкенова, Абай Құралбаев, Бақдәулет Разақ,